Бәріңізге сәлем, менің құрметті көрермендерім. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмсақ болатын, сондай-ақ арасы өте воздушный болатын булочкалардың рецебін көрсетемін. Ең алдымен қамыр үшін опара дайындаймыз. Жылы суға жылы сүтті құямыз. Үстіне қант, дрожжи салып, 2 қасық ұн саламыз. Содан кейін вилкамен емес, желательно венчикпен жақсылап араластырыңыздар. Сонда біркелкі болады. Міне осылай араластырғаннан кейін енді 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Егер осылай тұрған кезде опараларыңыз мынандай әдемі болып көтерілмесе, онда жылы пештің ішіне кішкене қойып алыңыздар, 10-15 минут, сонда осылай болып көтеріледі. Енді үстіне жұмыртқа саламыз, сұйық май, содан кейін тұз. Осыларды жақсылап бір араластырғаннан кейін ұн салып қамырымызды илейміз. Менің бастапқыда алған ұным кішкене аздау болды, содан кейін қайтадан ұн салдым. Мен общий барлық қанша ұн қолданғанымды осы булочка үшін описаниеде жазып кетем. Жаңағы видеоның астында тақырыбы тұрады, сол жердің жанында еще деген сөзді бассаңыздар, осы булочканың толық құрамы сол жерде жазылады. Енді ары қарай ұн қоспас үшін кішкене сұйық маймен майлап жібереміз қамырымызды, сонда қолға жабыспайды. Содан кейін дайын болған қамырды пищевой пленкамен бетіне жауып қойып қоямыз жылы жерге. Менікі 1,5 сағатта ашыды, ол енді 2 сағат уақытта алуы мүмкін, әркімде әрқалай. Мен кәдімгі өшіріліп тұрған пештің ішіне просто осылай қойып қойдым. Бізде 1,5 сағат өтті, қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді осыны бөліктерге бөліп формасын келтіреміз. Мен енді өлшеп жасамадым. Примерно көз мөлшерімен 12 штук булочкаға, 12 штукқа бөлдім қамырды. Енді сіздер андай бірдей әдемі болсын десеңіздер, онда өлшеп жасаған дұрыс.
булочкидің бәрін жасап болғаннан кейін мен осылай столдың үстінде қалдырдым да бетін матамен, сосын пакетпен жауып қойдым. Или сіздер матамен жаппай сразу жаңағындай пакетпен жауып қойсаңыздар да болады. Солай бір 30-40 минутқа қалдырамыз. Өйткені біздің жаңағы тестамыз тағы да жұмсарып көтерілу керек. Осындай болып көтерілді. Енді осының бетіне бір жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып араластырып осылай жағып шығамыз. Содан кейін мен мак себе салдым. Сіздер қант сепсеңіздер болады, кунжут сепсеңіздер болады. Өздеріңізге қайсысы ұнайды, соны себе бересіздер. Осылай бәрін жағып болғаннан кейін мен алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста примерно 25 минуттай әдемі болып андай румяный цвет болғанша, золотистый цвет болғанша пісіріп алдым. Сосын булочкалар піскен соң ыстығы сәл басылады, жылыдай матамен бетін жақсылап жауып қойыңыздар. Сонда булочкамыз одан да күшті жұмсарып әдемі болады. Енді видео жалпы осы. Ұнады деген ойдамын сіздерге. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және осы видеоны өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.